Армысыздар достар, Ерағадан сіздерге сәлем. Қазір мен сіздерге бір сұмдық көрсетем. Қазір бұл жерде бұл Қытай айтады, осы айдың 18-і біз Орта Азияға, сосын Россияға барып, мынау Қытайдағы қазір үйленбей жатқан әйелсіз қалған еркектердің мүддесін ойлап, біз Орта Азияда, Россиядан барып сояқтан қыздарды алып 4-5 баладан тудырып, ұрпақтарымызды ары қарай жалғастыруымыз керек дейді. Ол бұл жерде Қазақстан туралы айтылмаған, енді тағы екінші видеосын көрсетейін сізге. 这是他们的人口200万的大城市，大家看一下他们这里美丽的风景，全部的城市风光。好，那么除外，这个城市美女很多，他们的男女比例严重失调，但是对于我们中国男人来说，我们要致力于推动中国要其他方面的不。 Алматы 2 миллион халқы бар, Орта Азиядағы әдемі қала дейді. Көрдіңдер ме мынау көркем табиғатты? Бұл жерде қыздың жан саны көп, еркектер аз дейді. Біз енді осыны пайдаланып, Қазақстан Алматыға келіп, үйленіп, қыздарын алып, балалар ұрпақтарымызды жерге қалдыруымыз керек. Біз осындай ұлы жоспарға қол жеткізіп, тапсырмамызды орындауымыз керекпіз дейді. Ал енді керек болса, Қытайларды кіргізгендегі жетістігіміз осы болды. Бірақ енді әрекетін жазсақ берекеті болады дейді ғой. Біз осыны қазір қатысты органдарға ары жазып беруіміз керек. Сосын бұны таможнядағы қарап отырған адамдарға жіберуіміз керек. Бүкіл Қазақстан болып жан-жаққа жіберуіміз керек. Бұл Қытай қазір Қазақстанда ма, жоқ Қытайда ма? Мәселе сол, өйткені Алматыда жүрген видеосы қазір тарқап жатыр. Бұны жан-жаққа жіберіп, бұны егерде Қытайда жүрген болса, мәңгі Қазақстанға келтірмеу керек. Егер Қазақстанда болатын болса, тура осы сөз үшін жауап беріп, бұны сотқа тарту керек. Сотқа тартып, бұны түрмен түбінде шірту керек қысқасы. Менің осы видеомды жан-жаққа тарқатып, бөлісіп, бүкіл Қазақстан бойынша бәрі жерге тарқатыңыздар. Егерде осы Қытайды көріп жатқандарың болатын болса, бірден сол жерге милицияға звондап, хабар беріп, бұны ұстату керек. Сол үшін мынау видеоны жан-жаққа тарқатыңыздар. Мен де енді шырылдап жүргенім, бұны айтқан себебім түсінгендіктен, бұны Қытайдың сөзін түсінгендіктен айтып жатырмын мен сіздерге. Тура осындай жаман пиғылдарын әдемілеп тұрып, өздерінің қалпына жеткізіп жатқаннан кейін мен осыны сіздерге Қытай тілін түсінгендіктен айтып беріп жатырмын. Бөлісіңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ераға TikTok парақшасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бір-бірімізді қолдайық. Аман болыңыздар.